Сімлім, маған ұйықтататын дәрінді алып бере аласың ба? Палатаға жаңа ғана әкелінген әйелдің маған айтқан ең алғашқы сөзі осы болды. Ол кезде мен өзімнің қай жерде жатқанымды да толық сезіне алмайтынмын. Бірнеше сағат бұрын ғана құрсағымдағы екінші баламның жүрегі тоқтағанын естіген едім. Дәрігерлер көп күтпей шұғыл ота жасау керектігін айтты. Бір сәтте менің ішімде тіршілік етіп жатқан кішкентай жүрек үнсіз қалды. Ал сырттағы өмір ештеңе болмағандай жалғаса берді. Аурухана дәлізінде адамдар жүрді. Ақ қалатты дәрігерлер бір бөлмеден екінші бөлмеге асықты. Бір жерде сәби жылап жатты. Бір әйел телефонмен күліп сөйлесті. Терезенің ар жағында көліктер ағылып өтіп жатты. Тек менің уақытым тоқтап қалғандай еді. Отадан кейін мені қалқамандағы аурухананың палатасына ауыстырды. Денем әлсіз болғанымен, жанымның ауырғаны одан да қатты сезілді. Ішімдегі бос кеңістікке қолымды қойып, төбеге үнсіз қарап жаттым. Жылағым келді, бірақ көзімнен жас шықпады. Кейде қайғы тым ауыр болғанда, адам жылайды алмайды екен. Кеудеңнің ортасында үлкен бір тас тұрып қалғандай болады. Дем аласың, сөйлейсің, айналанды көресің, бірақ ішіңде бір нәрсе үзіліп кеткенін анық сезіп жатасың. Сол күні кешке палата есігі ашылып, зембілмен бір әйелді алып кірді. Жасы кейін білгеніндей 38-де екен. Басында ұқыпты тағылған ашық түсті орамалы бар. Өңі бозарып, ерні кеуіп кеткен. Қатты қиналып тұрғаны түрінен көрініп тұрса да, жанарына сабыр ұялаған еді. Медбикелер оны жанындағы төсекке ауыстырды. Қозғалуға шамасы келмеді. Қолына дәрі тамызатын жүйе жалғанған, ал төменгі жағында катетері бар еді. Оған күрделі ота жасалған екен. Жүктілігі жатыр түтігіне бітіп, түтік жарылуға шақ қалған. Дәрігерлер оның өмірін аман алып қалу үшін бір жатыр түтігін алып тастауға мәжбүр болыпты. Бөлмеге кірген сәтінен бастап, оның қатты ауырсынғанын байқап жаттым. Бірақ ол бір ретте дауыстап ыңқылдамады. Тек көзін жұма берді де, ернін тістеп қоятын. Медбикелер шығып кеткен соң, палата іші тынышталып қалды. Біз біраз уақыт бір-бірімізге ештеңе айтпадық. Бір палатада жатқан екі бейтаныс әйел едік. Екеуміз де сол күні құрсағымыздағы баламыздан айырылдық. Бірақ бұл ортақ қайғыны әлі бір-бірімізге айтуға дайын емес едік. Түн қоюлана бастағанда ол орнынан қозғалуға тырысты. Бірақ ауырсынғаннан бетін тыржитып, қайтадан жастығына құлады. «Не керек еді?» деп сұрадым мен. «Сөмкем», деді ол әлсіз дауыспен. «Ішінде дәрім бар еді. Өзінде отадан жаңа шыққанмын». Соған қарамастан төсектен ақырын тұрып, оның сөмкесін алып бердім. Ол ішіндегі заттарды қолмен асығыс іздей бастады. Бірақ әлсіз саусақтары қалтырап, кішкентай қорапты ұстай алмады. Құрметті тыңдарман, сәулем арнасына подписация етіп жазылып, жүрек басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Арнамызды қолдап, бірге болыңыздар. «Қайдарыңыз?» деп жатырсыз. Ол маған қораптың атын айтты. «Бұл ұйықтататын дәрі ме?» дедім таңданып. «Иә, онсыз ұйықтай алмаймын. Бүгінде ішуіңіз керек пе?» «Отадан кейін басқа дәрілер салды ғой. Дәрігерден сұрағандар шығар». Ол ауыр күрсінді. «Сұрап берші, дәрігер рұқсат етсе алып келші. Мен онсыз таңға дейін көзіле алмаймын». Мұндай кейде адамның ең алдымен ұйықтататын дәріні ойлағанына таң қалдым. Менімше отадан кейінгі ауырсыну да, жоғалтқан сәби де одан маңыздырақ сияқты еді. Бірақ оның жүзінен қарапайым өтініш емес, үрей көрінді. Ол ұйықтай алмай қалудан шым қорқатын секілді. Кезекші медбикені шақырып, дәрі туралы сұрадым. Медбике қорабын қарап, дәрігермен ақылдасатын айтты. Біраз уақыттан кейін рұқсат етілген мөлшерін ғана ішуге болатын ескертті. Мен стақанға су құйып, дәрісін қолына ұстаттым. «Рахмет сімлім», деді әйел. «Атың кім?» Мен атымды айттым. «Ал сіз ше?» «Айнаш». Ол дәрісін ішкен соң басын жастыққа қойды, бірақ көзін жұмған жоқ. «Сенің де бүгін отаң болды ма?» деп сұрады сәлден соң. Мен басымды изедім. Баламның жүрегі тоқтап қалыпты. Айнаш маған ұзақ қарады. Жанарындағы сабыр бір сәтте мұңға айналды. «Неше айлық еді?» Айттым. Ол көзін төзмен түсірді. «Алла сабыр берсін». Осы сөзді сол күні маған бірнеше адам айтқан болатын, бірақ дәл Айнаш айтқанда жүрегіме басқаша жетті. Өйткені ол да сол сәтте өз баласынан айырылып жатқан еді. «Сіздікі ше?» деп абайлап сұрадым. «Түтікке бітіп қалыпты». Бір түтігімді алып тастады. Дәрігерлер сәл кешіккенімде жағдайым ауыр болатын айтты. Ол үнсіз қалды. Сосын ішіне қолын қойып,
Мына жерде кішкентай ғана өмір бар еді. Мен оның бар екенін білгенше, ол менімен қоштасуға дайындалып қойған екен деді. Осы сөзден кейін менің көзімнен алғаш рет жас шықты. Мен бетімді терезеге бұрып алдым. Айнаш та көзін жұмды. Палатада екі әйел үнсіз жылап жаттық. Біріміздің жасымызды біріміз көрмегендей болдық. Бірақ сол үнсіздікте бізді бір-бірімізге жақындатып жіберген көрінбейтін бір байланыс пайда болды. Түн ортасында оянып кеттім. Бөлменің іші қара көлеңке. Дәлізден түскен әлсіз жарық Айнаштың жүзіне түсіп тұрды. Ол ұйықтап жатқан сияқты еді. Бірақ біраздан кейін көзін ашып, "Сен де ұйықтай алмадың ба?" деді. "Ұйқым келмей жатыр. Мен дәрі ішпесем, кейде бірнеше түн қатарынан ұйықтай алмаймын. Қашаннан бері? 10 жылдан асып кетті." Мен оған тамырқап қарадым. "Сонша жылдан бері дәрі ішесіз бе?" "Иә." Айнаш жастығын сәл түзеп жатты. "Студент кезінде қатты күйзеліске түстім. Бірнеше жағдай қабаттасып кетті. Сабақ, отбасындағы қиындық, өзіме артқан үлкен талап. Бір түні ұйықтай алмадым. Келесі түнде көз ілмедім. Содан кейін ұйықтау мен үшін демалыс емес, күн сайынғы сынаққа айналды." Ол алғашында мұны өткінші нәрсе деп ойлапты. Шаршасам, өзім-ақ ұйықтап кетемін деген. Бірақ төсегіне жатқан сайын, бүгінде ұйықтай алмасам ше деген ой мазалай берген. Ұйқыны қаншалықты күштеп шақырған сайын, ол соншалықты алыстай түскен. Таңғы сағат 4-ге дейін төбеге қарап жататын күндері көбейіпті. Ертеңіне сабаққа басы меңзең болып барады. Адамдармен сөйлесуге зауқы болмайды. Көңіл күйі түсіп, болмашы нәрсеге жылап қалатын болған. Ақырында психотерапевтке барған. Дәрігер оған ем тағайындап, ұйықтататын дәрі жазып берген. Алғашқы рет дәрі ішкен түні ол бірнеше сағат бойы оянбай ұйықтапты. Сол күннен бастап дәрі оның құтқарушысына да, қорқынышына да айналған. "Бірнеше рет тастауға тырыстым" деді Айнаш. "Бірақ дәрісіз өткен бір түннің өзі бұрынғы қорқынышымды қайтарады. Сол себепті қазір қайда барсам да дәрімді өзіммен бірге алып жүрем." "Бұл жағдай жеке өміріңізге де әсер етті ме?" Ол сәл жымиып қойды. "Әрине әсер етті. Мен адамдарды өзіме тым жақындатудан қорқатынмын. Біреумен бір үйде тұру, оның режиміне бейімделу, түні бойы жанымда біреудің жатуы. Мұның бәрі маған ауыр көрінетін." Ол біраз үнсіз жатты. Бірақ мәселе тек ұйқыда емес еді. "Мен кішкентай кезімнен әйелдердің қалай өмір сүретінін көріп өстім. Күйеуінің тамағын дайындайды, киімін жуады, балаларын туады, үйін жинайды, қонағын күтеді. Күйеуінің туыстарының көңілін табады. Өзінің қалауы мен арманын кейінге ысыра береді. Күндердің күнінде айнаға қараса, өзінің кім болғанын да ұмытып қалады." "Бәрі бірдей емес қой", дедім мен. "Әрине, бәрі бірдей емес. Бақытты отбасылар бар. Бір-бірін қолдайтын ерлі-зайыптылар да бар. Бірақ мен өзімді күнделікті отбасылық тіршіліктің ішінде елестете алмадым." Айнаштың даусында өкпе болған жоқ. Ол әлдекімді жамандап та жатқан жоқ. Өзінің көп жыл бойы ойланған шешімін баяндап жатқандай сабырмен сөйледі. "Мен де жақсы көргім келді", деді ол. "Мені де бір ер адам іздеп, сағынып, қорғаштап тұрғанын қаладым. Бірақ біреудің күнделікті өмірін толық мойныма алғым келмеді. Бір адам үшін тәулігіне 24 сағат өмір сүргім келмеді. Менің өз жұмысым, шығармашылығым, тыныштығым болуы керек еді." "Сонда тұрмысқа шыққыңыз келмеді ме?" "Келдім, бірақ өзгеше тұрмыс құрғым келді." Ол маған тесіле қарап, "Мен әдейі екінші әйел болуды таңдадым" деді. Алғашында оның сөзін дұрыс түсінбей қалдым. "Қалайша әдейі?" "Дән солай. Мен үйленген, бірақ екінші отбасы құруға дайын адам іздедім." Осы сөзден кейін палатадағы тыныштықтың өзі өзгеріп кеткендей болды. Басына орамал таққан, байсалды сөйлейтін мына әйел біреудің отбасына байқамай киліккен жоқ. Ол өзінің не қалайтынын алдын ала анықтап, сол шешімге саналы түрде келген еді. Ішімде бірден көптеген сұрақ пайда болды. Бірінші әйел ше? Балалар ше? Ол әйелдің жанына ұртпады ма? Бір шаңырақты шайқалтудан қорықпады ма? Бірақ Айнаш менің жүзімнен осы сұрақтардың бәрін оқып қойғандай жымиып, "Мені бірден жаман әйел деп ойлап қалдың ба?" деді. "Жоқ, тек таңғалып отырмын. Көп адам таңғалады. Кейбірі мені айыптайды, кейбірі жасырын түрде қызығады. Бірақ ешкім менің бұл шешімге қалай келгенімді сұрамайды." "Қалай келдіңіз?" Айнаш терезеге көз тастады. Түнгі аспанда қаланың жарығы ғана шылтырап тұрды. "Себебі мен жартылай келетін ер адам емес, өзіме тиесілі жарты өмірді іздедім" деді ол. "Бірақ кейде адам жарты өмірмен шын бақытты бола ала ма деп өзінен сұрайтын болдым."
Айнаш болашақ күйеуімен 33 жасында танысыпты. Оған дейін бірнеше ер адаммен сөйлескен. Бірі оны толықтай үйге отырғызғысы келген. Екіншісі баланы тезірек дүниеге әкелуді талап еткен. Үшіншісі оның ұйқы мәселесін түсінбей, кешке шаршап жұмыс істесең, дәрісіз-ақ ұйықтайсың деп күлген. Айнашқа оның жағдайын кішірейтіп көрсететін адам керек емес еді. Өмірін өзгертуге мәжбүрлемейтін, жеке кеңістігін құрметтейтін адам қажет болды. Бір күні танысы оған намаз оқитын, отбасылы бір ер адам жайлы айтады. Ол Айнаштан 10 жас үлкен, жеке кәсібі бар, 5 баланың әкесі екен. Алғашқы кездесуде-ақ Айнаш одан: «Әйеліңіз білмейтін жасырын қарым-қатынас маған керек емес» депті. Ер адам таңырқап: «Сен менен нені сұрап отырсың?» деген. «Бірінші әйеліңіз білсін. Оның келісімінсіз ешқандай қатынас бастамаймын. Мен біреудің жасырын көңілдесі болғым келмейді. Егер отбасы құратын болсақ, менің орным анық болу керек». «Ал менен не күтесің? Аптасына бірнеше рет келіп тұрасыз. Маған бөлек үй қажет. Өз жұмысымды жалғастырамын. Тапқан ақшамды өзім жұмсаймын. Бірінші отбасыңыздан мен үшін бас тартпайсыз. Бірақ маған келген кезде толық көңілімізді бөлесіз». Ер адам ұзақ үнсіз қалыпты. Көп жағдайда мұндай ұсынысты ер адамдар айтады. Ал бұл жолы шарттарды әйелдің өзі қойып отыр еді. Олар бірнеше ай сөйлескен. Айнаш оның мінезін бақылаған. Уәдесіне берік пе, ашуға тез беріле ме, өтірік айта ма, бәрін байқауға тырысқан. Ең қиыны бірінші әйелмен болатын әңгімеді. Айнаш сол күнді есіне алғанда дауысы баяулады. «Алғаш кездескенімізде қолым дірілдеді» деді ол. Оның көзіне қарауға ұялдым. «Ол сізді қалай қабылдады?» «Мен күткендей болған жоқ. Бірінші әйелдің есімі Күләш екен. Күйеуімен құдас. Жастайынан тұрмысқа шығып 5 бала туған. Бар өмірін бала тәрбиесіне, үй шаруасына, күйеуінің жағдайына арнапты. Айнаш оны алғаш көргенде шаршаңқы жүзді, қабағы қатулы әйелді елестеткен. Бірақ алдынан сабырлы, жылы сөйлейтін келіншек шыққан. Күләш оған шай құйып отырып: «Сен бұл шешімге біреудің мәжбүрлеуімен келдің бе?» деп сұрапты. «Жоқ, өз қалауыммен». «Оның 5 баласы бар екенін білесің бе?» «Білемін». «Менің одан кетпейтінімді де білесің бе?» «Білемін. Мен сіздердің отбасымызды бұзғым келмейді». Сол кезде Күләш ұзақ уақыт үнсіз отырыпты. Сосын бұрын ешкімге ашық айтпаған сырын бөліскен. «Мен күйеуімнен жамандық көрдім деп айта алмаймын. Бірақ мен шаршадым» деген ол. 20 жылдан астам уақыт бойы әйел, келін, ана болып келем. Кейде бір күнге болса да ешкімменен тамақ сұрамас екен деймін. Бір кеште күйеуімнің қашан келетінін күтпей, өзім қалаған уақытта ұйықтағым келеді. Мен оны жек көрмеймін, бірақ өзімнің де өмір сүргім келеді». Айнаш не айтарын білмей қалған, ал Күләш оның көзіне тіке қарап: «Егер сен оның екінші әйелі болуға шынымен дайын болсаң, мен кедергі болмаймын. Мүмкін сенің келуім менің жоғалтып алған еркіндігімнің бір бөлігін қайтарар» деген. «Бұл сөз сізге ауыр тимеді ме?» деп сұрадым. «Кейді. Өйткені мен еркіндік іздеп келдім, ал оның еркіндігі менің келуіме байланысты болып тұрғанын түсіндім». Дегенмен олар келісімге келген. Күйеуі Айнашқа Қапшағайдан бөлек үй жалдап береді. Үйдің барлық шығынын көтереді. Аптаның белгіленген 3 күнінде Айнашқа келіп тұратын болады. Қалған күндерін бірінші отбасымен балаларына арнайды. Басында бұл өмір Айнаш армандағандай болыпты. Күйеуі келетін күндері ол әдемі киініп, шашын жинап, сүйікті тамағын әзірлейді. Оны үй шаруасына қатысты шағыммен емес, жақсы көңіл күймен қарсы алады. Өйткені ертеңіне оның қайта кететінін біледі. Күйеуі кеткен соң Айнаш үйін жинап, тыныштықта жұмысын істейді. Шығармашылықпен айналысады. Қалаған уақытында кітап оқиды. Дәрісін ішіп, ешкім кедергі келтірмейтін бөлмесінде жалғыз ұйықтайды. Тапқан ақшасын өзіне жұмсайды. Бір күні киім алады, бір күні шеберлік сабағына барады. Кейде таңертең тұрып, көл жағасына жалғыз серуендеуге шығады. Оған ешкім: «Тамақ қайда? Киіміңді неге дайындамадың? Бүгін анама барамыз. Қонақ келеді, үйді жина» демейді. «Мен дәл осындай өмірді қаладым» деді Айнаш. Біреуді сағынып үлгеретіндей, бірақ өзінді жоғалтып алмайтындай өмір. Сырттай қарағанда бәрі мінсіз көрінді. Бірақ мен оның бүгін аурухана төсегінде жалғыз жатқанын көріп тұрдым. Жанында күйеуі жоқ еді. Осыны ойлағаным сол еді. Оның телефоны шырылдады. Экранда Күләш әпке деген жазу пайда болды. Айнаш қоңырауды қабылдады. «Иә, әпке». Телефонның ар жағындағы әйел оның жағдайын сұрап жатты. Дауысы маған да естілді. «Сорпаны беріп жібердім.
Дәрігер майлы тамақ жемесін деген ғой. Күрке тауықтың етінен жасап, сәбізбен аз ғана күріш қостым. Қасына айран, су, майлық салып жібердім. Тағы не керек? Ештеңе керек емес. Рахмет сізге. Түнде біреу қасында бола ма? Айнаш маған қарап қойды. Палатада жақсы бір сіңлім бар, көмектесіп жатыр. Оған да менен рахмет айт. Бір жерің қатты ауырса, бірден дәрігер шақырыңдар. Қоңырау аяқталған соң, Айнаш телефонды кеудесіне қойып, үнсіз қалды. Біраздан кейін. Кейде маған ең көп қамқорлық жасайтын адам күйеуім емес, оның бірінші әйелі деді. Оның даусынан мақтаныш емес, түсіндіру қиын мұң байқалды. Мен сол сәтте мына әйелдердің арасындағы байланыстың біз сырттай ойлағаннан әлде қайда күрделі екенін сездім. Бірі күйеуін бөлісу арқылы еркіндігін қайтарып алған, екіншісі біреудің күйеуін бөлісу арқылы өз еркіндігін сақтап қалған. Ал осы екі әйелдің ортасында жүрген ер адам шынымен кімге бақыт сыйлады? Мүмкін олар өздері ойлағандай еркін емес шығар. Мүмкін бірінің еркіндігі екіншісінің үнсіз жалғыздығынан құралған болар. Бұл сұрақтардың жауабын сол түні мен де, Айнаш та әлі білмейтін едік. Күләш әпкенің қоңырауынан кейін Айнаш біраз уақыт телефон экранына қарап жатты. Күйеуіміз қашан келеді деп сұрадым. Айнаш көзін тайдырып әкетті. Кешке соғамын деген. Сағат түнгі 11-ге жақындап қалған еді. Мен артық сұрақ қоймадым, бірақ оның телефонды қайта-қайта қолыма алып, жаңа хабарлама келді ме деп тексергенін байқап жаттым. Бір кезде ол өзі қоңырау шалды. Алғашқы қоңырауға ешкім жауап бермеді. 5 минуттан кейін тағы соқты. Бұл жолы күйеуі тұтқаны көтерген сияқты. Айнаштың даусы бірден жұмсарып сала берді. Ассалаумағалейкум, қайдасыз? Арғы жақтан не айтылғанын естімедім. Жоқ, жағдайым жаман емес, дәрі салды. Иә, бір түтікті алып тастады. Айнаш үнсіз тыңдады. Жоқ, уайымдамаңыз, Күләш әпке тамақ жіберді. Иә, бәрі бар. Ол тағы да біраз үнсіз қалды. Бүгін келе алмайсыз ба? Осы сұрақты қойған сәтте Айнаштың жүзі өзгеріп кетті, бірақ даусы сол қалпында сабырлы шықты. Түсіндім. Баланың қызуы көтерілсе, әрине жанында болыңыз. Жоқ, мен ренжіп тұрған жоқпын. Жарайды, ертең келерсіз. Қоңырауды өшіргеннен кейін ол телефонын жастықтың астына қойды. Баласы ауырып қалыпты ма дедім. Кіші қызының қызуы көтеріліпті. Ертең келеді ғой? Иә. Айнаш терезеге бұрылып жатты. Мен оның жүзін көре алмадым, бірақ иығының өте баяу дірілдегенін байқадым. Айнаш әпке. Мен жақсымын деді ол, тез жауап беріп. Баланың ауырып қалғанына ешкім кінәлі емес. Ол мұны маған емес, өзіне айтып жатқандай еді. Бірнеше минуттан кейін. Мен осының бәріне өзім келістім ғой деді, сыбырлап. Оның бірінші отбасы, 5 баласы бар екенін білдім. Балаларына мен ешқашан қарсы шықпаймын. Олардың әкесін тартып алуға қақым жоқ. Сонда да дәл бүгін оның қасымызда болғанын қаладыңыз ғой. Айнаш үндемеді. Өзіміздің балаңыздан айырылдыңыз. Ота жасалды. Қорықтыңыз. Мұндай уақытта күйеуіміздің қасымызда болғанын қалау қалыпты нәрсе. Ол басын маған қарай бұрды. Көзінің айналасы қызарып кетіпті. Мен оның өміріндегі екінші орынға өзім келістім. Енді бірінші орынға таласуға қандай қақым бар? Адамның жүрегі шартпен өмір сүре алмайды ғой. Айнаш төмен қарап қалды. Базында бәрі оңай көрінді деді ол. Аптасына 3 күн маған жетеді деп ойладым. Бірақ адам біреуді жақсы көрген сайын 3 күнді астына бастайды екен. Әсіресе ауырып жатқанда, әсіресе қорыққанда. Ол сөйлемін аяқтамады. Мен оған су ұсындым. Айнаш бірнеше жұтым ішіп, стақанды маған қайтарды. Бір қызығы деді ол. Мен күнделікті күйеу күтіп, оның жағдайын жасап, өмір сүргім келмеді. Ал қазір осы төсекте жатып, тым болмағанда бүгін жанымда отырса екен деп күтіп жатырмын. Адам кейде өзі қашқан нәрсесін сағынатын сияқты. Мүмкін сіз күнделікті қызмет етуде емес, қажет кезінде қасыңыздан табылатын жақын адамды қалаған шығарсыз. Бұл сөзінен кейін Айнаш ұзақ үнсіз қалды. Мүмкін, бірақ ол екеуінің арасындағы айырмашылықты мен кеш түсінген сияқтымын. Сол түні ұйқы қашып, төбеге қарап жаттым. Күндіз мен өз қайғымнан басқа ештеңе көре алмаған едім. Енді жанымдағы әйелдің де жүрегінде көзге көрінбейтін жара барын сездім. Ол еркіндігін жоғалтпау үшін бір ер адамның өміріндегі жарты орынға келіскен. Бірақ адам жүрегінде екіге дәл бөліп қою мүмкін бе? Аптасына 3 күн сүйіп, 4 күн сағыну оңай ма? Жақсы күнде жалғыздық еркіндік болып көрінуі мүмкін, ал аурухана төсегінде сол еркіндік бос қалған орынға айналмай ма?
Түн ортасында палата есігі ашылды. Медбике бір дорба алып кірді. Айнаш деген кім? Менмін. Сізге сырттан беріп жіберді. Дорбаның ішінде жылы сорпа құйылған ыдыс, айран, бірнеше алма, су, таза орамал, майлық және кішкентай қағаз бар еді. Айнаш қағазды ашты. Онда: айналайын, тамақты аз-аздан іш. Дәрігердің айтқанын тыңда. Жалғызбын деп ойлама. Біз сені күтіп отырмыз. Күләш әптең, деп жазылыпты. Айнаш хатты оқып болып, көзін жұмды. Бұл жолы жасы бетімен еркін ағып жатты. Не болды дедім. Ештеңе. Бірақ біраздан соң хатты маған ұсынып, мені осы отбасында кейде күйеуімнен де қатты ұстап тұрған адам осы кісі деді. Келесі күні түске қарай палатаға орта бойлы, қарапайым киінген әйел кірді. Қолында үлкен сөмкесі бар. Шашына аздап ақ кіргенімен жүзі жылы екен. Ол бөлмеге кірген бойда Айнашқа қарай асықты. Жағдайын қалай, айналайын? Бұл Күләш еді. Ол Айнаштың маңдайынан сүйіп, көрпесін түзеді. Сөмкесінен таза киім, тарақ, тіс пастасы, кесе, қасық секілді керек жарақтарды шығара бастады. Мұның бәрін неге әкелдіңіз? Деді Айнаш. Ауруханаға түскен адамға не керегін өзің қайдан білесің? 5 рет босанған мен білмегенде кім біледі? Айнаш әлсіз жымиып қойды. Күләш менімен де амандасып, жағдайымды сұрады. Баламнан айырылғанымды естігенде жүзі күрт өзгеріп: қарағым, Алла сабыр берсін. Мұндай қайғыны ешбір ана көрмесін деп қолымды ұстады. Оның алақаны жылы еді. Мен оның жүзінен қызғаныш та, амалсыз келісімді іздедім. Күйеуінің екінші әйелі ауруханада жатқанда тамақ тасып, үстіне бәйек болып жүрген әйелдің ішкі дүниесін түсінгім келді. Бірақ оның жүзінен кек шаршау мен мейірім көрінді. Күләш Айнаштың шашын тарап, орамалын қайта байлап берді. Сорпасын ыстып, бірнеше қасық ішкізді. Көп ішпе, отадан кейін асықпай жеу керек деп ескертті. Баланың қызуы түсті ме деп сұрады Айнаш. Түсті. Әкесі түнімен қасында болды. Қазір ұйықтап жатыр. Айнаш басын изеді. Оның бұл хабарға қуанды ма, әлде күйеуінің түні бойы бірінші үйде қалғаны жанын ауыртты ма, ажырату қиын еді. Күләш бөлмеден шығар алдында маған: сіңлім, өзінде ауырып жатсың. Дегенмен, мынаған көз қырымды сала жүрші. Бірдеңе керек болса, маған хабарлас деп, телефон нөмірім қалдырды. Ол кеткеннен кейін мен Айнашқа қарап: шынымен, қарым-қатынастарыңыз жақсы екен дедім. Иә, ол кісі жаман адам емес. Сонда ол басынан бастап сізді осылай қабылдады ма? Айнаш бір сәт ойланып қалды. Жоқ, басында оғанда оңай болған жоқ. Сөйтсем, алғашқы кездесудегі сабырлы әңгімеден кейін Күләш үйіне барып, түні бойы жылаған екен. Бұл жайлы Айнаш кейінірек күйеуінен емес, Күләштің өзінен естіген. Ол екінші әйелге келісім берсе де, жүрегін бір күнде көндіре алмапты. Күйеуі Айнашқа алғаш түнеген күні Күләш үйдегі 5 баласын ұйықтатып, жалғыз бөлмеде таң атқанша отырған. Ол күйеуінің жаман адам болғаны үшін емес, өз өмірінің өзгеріп кеткенін сезгені үшін жылаған. 20 жылдан астам уақыт бір жастыққа бас қойған адамының енді басқа үйде, басқа елдің жанында жатқанын ойлау оңай болмапты. Бірақ таңертең балалардың сабағын дайындап, таңғы асын әзірлеп, күнделікті тіршілігін жалғастыра берген. Бір күні Күләш әпке осының бәрін өзіме айтты, деді Айнаш. Мен сені қабылдадым екен деп, ештеңе сезбедім деп ойлама. Сен келген алғашқы айларда әр кеткен сайын ішім өртенетін. Бірақ оны көрсетсем, балаларымның мазасы кететін еді, деді. Мұны естігенде не сездіміз? Өзінде кінәлі сезіндім. Ал қазірше? Қазірде кейде кінәлі сезінемін. Бірақ мен оны бұл шешімге мәжбүрлемедім деп өзімді жұбатамын. Келісім беру мен шын жүрекпен қалау бір нәрсе ме? Айнаш бірден жауап бермеді. Жоқ шығар, деді біраздан кейін. Кейде адам өзі қалағандықтан емес, басқа жол көрмегендіктен келіседі. Күләштің күйеуіне екінші әйел алуға рұқсат беруінің тағы бір себебі болыпты. Соңғы баласын дүниеге әкелгеннен кейін оның денсаулығы нашарлаған. Қан қысымы көтеріліп, белі ауырып, ұзақ ем қабылдаған. Күйеуіне бұрынғыдай көңіл бөлуге шамасы жетпей қалған. Бір күні ерлі-зайыптылар арасында үлкен әңгіме болыпты. Күләш сол кезде: мен сенің тамағыңды жасадым, 5 балаңды тудым, ата-анаңа қызмет еттім. Бірақ енді біраз уақыт өзім үшін өмір сүргім келеді. Шаршағанымды мойындағым келеді деген. Күйеуі алғашында мұны реніш деп қабылдаған, бірақ Күләштің шешімі анық еді. Ол ажырасқысы келмеген, балалардың шаңырағын бұзғысы келмеген.
Күйеуін де жек көрмеген. Тек оның барлық қажеттілігіне жалғыз өзі жауапты болудан шаршаған. Сондықтан мені көргенде, Күләш әпке, екеуіңнің араларына түспеймін, бірақ менің балаларымның ақысын кемітпеңдер деді, деп жалғастырды Айнаш. Сол шарт орындалды жатыр ма? Қолынан келгенше орындап жүр. Қолынан келгенше ме? Айнаш менің сөзімді жауапсыз қалдырды. Мен бір нәрсені түсіне бастадым. Бұл отбасының сырттай көрінетін тепетеңдігі үш адамның да үнсіз төзіміне сүйеніп тіреді. Күләш қызғанышын ішіне жұтады. Айнаш жалғыздығын білдірмейді, ал күйеуі екі үйге де жеткілікті болуға тырысады. Бірақ бір адамның уақыты да, күші де, жүрегі де шексіз емес еді. Күләш кеткен соң Айнаш біраз уақыт көңілді жүрді. Оның әкелген таза орамалын тағып, шашын түзеп алды. Бірақ түстен кейін дәрігер кіргенде жүзі қайтадан сұрланып кетті. Дәрігер ота туралы түсіндірді. Бір жатыр түтігі алынғанымен, екіншісі сау көрінетінін айтты. Болашақта жүкті болу мүмкіндігі бар. Бірақ асықпай ем қабылдап, ағзаның қалпына келуін күту керек екен. Қайтадан осындай жағдай болуы мүмкін бе деп сұрады Айнаш. Қауіп бар. Сондықтан жүктілік басталған сәттен дәрігер бақылауында болуымыз керек. Бірақ үмітімізді үзбеңіз. Дәрігер шығып кеткен соң Айнаш үнсіз жатып қалды. Жақсы жамалық айтты ғой дедім. Екінші түтігіңіз сау екен. Иә, бірақ оның даусынан қуаныш сезілмеді. Қорқып жатырсыз ба? Қорқамын. Ол ішіне алақанын қойды. Мен бастапқыда бала туралы ойламадым. Күйеуімнің 5 баласы бар. Маған бала туып не керек? Өзім үшін өмір сүремін дейтінмін. Кейін ойыңыз өзгерді ме? Ол біздің үйге келген сайын балалары туралы айтатын. Бірінің сабағы, бірінің мінезі, бірінің жетістігі, телефонынан суреттерін көрсететін. Мен бірге қуанып, ақыл айтқан боламын. Бірақ олар менің балаларым емес қой. Ол күрсінді. Бір күні кіші қызы оған телефон шалып, «Әке, қашан келесіз?» деді. Ол асығыс киініп, үйіне кетіп қалды. Есікті жапқан соң, мен бос үйде жалғыз қалдым. Сол кезде мен де біреу анашым деп шақырса екен деп ойладым. Айнаш алғаш рет өзіне бала керек екенін сол күні мойындаған. Бірақ бұл арманын күйеуіне бірден айтпапты. Өйткені олардың бастапқы келісімінде бала туралы сөз болмаған. Күйеуі 5 баласын жеткізу, оқыту, үйлендіру жайын ойлап жүрген. Бірнеше айдан кейін Айнаш «Менде ана болғым келеді» деген. Күйеуі үнсіз қалыпты. «Сіз бала қаламайсыз ба?» деп сұраған Айнаш. «Қаламаймын деп айта алмаймын. Бірақ бәріне бірдей жетемін бе деп қорқамын. Мен баланы сізге салмақ қылмаймын, өзімде жұмыс істеймін». Бала тек ақшамен өспейді Айнаш. Оған әке керек. Сіз әкесі боласыз. Аптасына 3 күн келетін әке жеткілікті ме? Бұл сұрақ сол күні екеуінің арасында жауапсыз қалған. Соған қарамастан уақыт өте келе күйеуі де келіскен. Айнаш жүктілікті ұзақ күткен. Ай сайын үміттеніп, әр жолы көңілі түсетін. Ақыры тесттен 2 сызық көрген күні қатты қуанған. Ас бөлмесінде жалғыз отырып ұзақ жылапты. Күйеуіне тосын сый жасағысы келіп, кішкентай сәбидің шұлығын сатып алған. Оны әдемі қорапқа салып, күйеуі келетін күнді күткен. Күйеуі қорапты ашқанда бірден түсінбей қалыпты. Сосын Айнашқа қарап, «Рас па?» деген. Айнаш басын изеген. Күйеуі оны құшақтап, маңдайынан сүйген. Бірақ сол сәтте оның көзіндегі қуанышпен бірге алаңдаушылықты да көрген. «Күләшке өзім айтамын» деген ол. Осы сөзден кейін Айнаштың қуанышының ішіне кішкентай қорқыныш араласқан. Күләш бұл жаңалықты қалай қабылдайды? Өзінің 5 баласының несібесі азаят деп ойламай ма? Күйеуінің енді Айнашқа көбірек уақыт бөлуі қажет екенін түсіне ме? Бірнеше күннен кейін Күләш өзі қоңырау шалыпты. «Құтты болсын» деген қысқа ғана. «Рахмет әпке. Бала Алланың аманаты. Аман есен босанып ал». Дауысы жылы болғанымен әдеттегіден салқын естілген. Айнаш содан кейін бірнеше күн өзін кінәлі сезініп жүрген. Бірақ іштегі сәбиі өсіп келе жатқанын ойлаған сайын қуанышы қайта оралыпты. «Мен онымен сөйлесетінмін» деді Айнаш. «Сен менің үйімді нағыз үйге айналдырасың. Екеуміз әкеңді бірге күтеміз» дейтінмін. Оның жүктілігі ұзаққа созылмады. Бір күні іші қатты ауырып, қан кеткен. Жедел жәрдем шақырғанда да «Баламды сақтап қалыңыздаршы» деп қайта-қайта өтінген. Бірақ ауруханаға түскен кезде жатырдан тыс жүктілік екені анықталған. Дәрігерлер ең алдымен оның өзін аман алып қалуы керек еді. Отаға кірер алдында дәрігерден «Балам тірі ме?» деп сұрадым деді Айнаш жылап.
Ол маған нақты жауап бермеді. Сол кезде бәрін түсіндім. Мен оның қолынан ұстадым. Мен де дәл сол күні баламнан айырылған едім. Сондықтан қандай сөз айтсам да, оның қайғысын азайта алмайтынымды білдім. Біраз үнсіздіктен кейін Айнаш: «Бәлкім мен ана болуға лайық емес шығарым» деді. «Олай айтпаңыз. Біреудің 5 баласының уақытын бөліп алып, өзіме бала сұрағаным үшін осылай болған шығар». «Жоқ, бұл жаза емес». «Оны қайдан білесің?» «Өйткені мен де баламнан айырылдым. Мен ешкімнің күйеуін алған жоқпын. Сонда мені не үшін жазалау керек?» Айнаш маған қарады. «Кейбір қайғыға себеп іздей беруге болмайды» дедім. «Әйтпесе адам ақырында бәріне өзін кінәлайды». Оның қолы менің алақанымды қатты қысты. Сол палатада біз бір-бірімізді жұбатқан жоқпыз. Өйткені кейбір қайғы жұбатуға келмейді. Біз тек бір-біріміздің қайғымыздың жанында отырдық. Кейде адамға дәл осының өзі жеткілікті екен. Кешке қарай Айнаштың күйеуі келді. Жасы 50-дің айналасына жақындаған, қоңыр жүзді, сабырлы ер адам екен. Қолында гүл де, қымбат сыйлық та болған жоқ. Кек дәріханадан алған заттар мен жеміс салынған дорба ұстап келіпті. Ол палатаға кіргенде алдымен маған амандасып, кейін Айнаштың жанына отырды. «Қалайсың?» «Жақсымын». «Қатты ауырмай ма?» «Шыдауға болады». Екеуінің арасында сағыныш та, реніш те барын сездім. Бірақ олар менің көзімше ештеңе көрсетпеуге тырысты. Күйеуі оның қолынан ұстады. «Кеше келе алмаған ренжіме. Қыздың қызуы 40-қа жақындап кетті». «Білем, Күләш әпке айтты. Қазір жақсы». «Қуаныштымын». Екеуі тағы үнсіз қалды. Сосын күйеуі басын төмен салып: «Баланы сақтап қала алмадық» деді. Айнаштың ерні дірілдеп кетті. «Иә, мен кінәлімін». «Неге сіз кінәлісіз?» «Саған уақытында көбірек көңіл бөлуім керек еді. Дәрігерге ертерек апаруым керек еді». «Мен өзім де білмедім ғой». «Сонда да». Айнаш оның қолын босатып алды. «Өтінем, қазір өзімізді кінәламаңыз. Мен өзімді әрең ұстап отырмын». Күйеуі үнсіз басын изеді. Бірнеше минуттан кейін оның телефоны шырылдады. Ол экранға қарап, қоңырауды өшіріп қойды. Бірақ телефон қайта шырылдады. «Көтере беріңіз» деді Айнаш. «Кейін сөйлесемін». «Балалар болса көтерміз». Ер адам қоңырауды қабылдап: «Иә балам, тоңазытқыштың үстіңгі сөресінде тұр. Ананнан сұра». «Жақсы, мен біраздан кейін хабарласам» деді. Қоңырау аяқталғаннан кейін палатада ауыр тыныштық орнады. Айнаш терезеге қарап: «Барыңыз» деді. «Қайда?» «Үйіңізге». «Мен сенің қасында отырамын. Маған қарауға медбикелер бар». «Айнаш, балаларыңыз күтіп отыр. Олармен аналары бар». Айнаш оған жалт қарады. «Ал менімен кім бар?» деді. Бұл сөз аузынан еріксіз шығып кеткендей еді. Күйеуі жауап бере алмай қалды. Айнаштың көзінен жас ыршып кетті. «Кешіріңіз, мен олай айтқым келген жоқ. Сенің де айтуға хақың бар». «Жоқ, біздің келісімімізді білесіз. Мен сізден ешқашан артық нәрсе сұрамаймын дегенмін». «Бұл артық нәрсе емес. Бірақ сіз екіге бөлінген адамсыз. Бір үйде отырсаңыз, екінші үйге керек болып тұрасыз. Менің жанымда болсаңыз, балаларыңыз шақырады. Балаларыңыздың жанында болсаңыз, мен күтемін. Бұл өмірде сіз ешкімнің жанында толық бола алмайсыз». Ер адам басын төмен түсірді. Мен өзімді бұл әңгіменің артық куәсіндей сезініп, дәлізге шығып кеттім. Біраздан кейін палатаға қайта кіргенімде күйеуі кетіп қалған екен. Айнаш жастырына сүйеніп үнсіз отырды. «Ренжісіп қалдыңыздар ма?» «Жоқ». «Ол кісі қайда кетті?» «Дәрігер ер адамдарға ұзақ отыруға болмайтынын айтты. Бірақ оның көзінен шындықты түсіндім». «Өзіміз жібердіңіз бе?» «Иә». «Неге?» «Өйткені оның жанымда отырғанына қуанып отырып, телефоны шырылдаған сайын өзімді біреудің ақысын ұстап отырғандай сезінемін». Айнаш бетін алақанмен басты. «Мен осындай өмірді өзім таңдадым. Бірақ сол кезде бұл таңдаудың әр қуанышымен бірге кінә жүретінін білмеппін». «Өкінесіз бе?» Ол біраз ойланып отырды. «Жоқ» деп бірден жауап бергім келеді. Өйткені бұл менің өмірім. Үйім бар, жұмысым бар, жақсы көретін адамым бар. Күләш әпкеммен де араласамын. Ешкім мені зорлаған жоқ. Бірақ кейде маған аптасына 3 күн ғана берілген бақыттың қалған 4 күні тым ұзақ болып кетеді». Ол маған қарап мұңая күлді. «Адамдар менің өміріме сырттай қызығады. Күйеуің келеді, барлық жағдайыңды жасайды, қайтадан кетіп қалады. Қандай керемет» дейді.
Бірақ оның артынан жабылған есіктің даусын ешкім естімейді. Айнаш көзін жұмып, басын қабырғаға сүйеді. Алғашында ол кеткенде жеңілдек қылатынмын. Үй қайтадан өзіндікі болатын. Қалағанымды істейтінмін. Кейін оны сағынатын болдым. Ал жүктілігімді білгеннен кейін ол кеткен сайын қорқатынмын. Түнде бір жағдай болып қалса ше, жалғыз қалсам ше деп ойлайтынмын. Оған айттыңыз ба? Айтсам ол көбірек келуге тырысар еді. Ал көбірек келсе, Күлеш әпкемен балаларынан уақытын алар еді. Сондықтан үндемедім. Мен сонда ғана бұл үш адамның әрқайсысы бір-бірін жаралап алмау үшін шындығын жасырып жүргенін түсіндім. Күлеш: мен қызғанамын демейді. Айнаш: мен жалғызсыраймын демейді. Күйеуі: екі жаққа бірдей жетуге шамам келмейді демейді. Үшеуі де бір-біріне жақсылық жасап жүрміз деп ойлайды. Бірақ айтылмаған сезімдер жоғалып кетпейді. Олар жүректің бір түкпірінде жинала береді. Бір күні сол үнсіздіктің бәрі бір-ақ сәтте бұзылатынын ол кезде еш қайсымыз білмедік. Келесі күні таңертең Айнаштың жағдайы біршама жақсарды. Катетерін алып тастағаннан кейін дәрігер оған ақырындап тұрып жүруге рұқсат берді. Бірақ аяққа тұру ойлағаннан әлдеқайда қиын болды. Ол төсектің шетіне отырып, екі аяғын еденге түсірді. Орнынан көтерілгенде беті бозарып, бірден қабырғаға сүйенді. Асықпаңыз деп қолтығынан ұстадым. Өзім жүре аламын. Құлақ қаласыз. Сен де отадан шықтың ғой. Менің жағдайым сіздікінен жеңілдеу. Айнаш бір қолмен менің иығымнан ұстап, екінші қолмен жарақаттанған тұсын басып, бірнеше қадам жасады. Әр адым сайын тісін тістеп, ауырсынғанын білдірмеуге тырысты. Әжетханаға дейінгі қысқа ғана жол бізге тым ұзақ көрінді. Қайтып келе жатқанда ол әлсіреп, дәліздегі орындыққа отырды. Рахмет саған деді, демін әрен алып. Кеше де, бүгін де көмектесіп жатырсың. Сіз де мені жұбатып жүрсіз ғой. Мен саған не істедім? Әңгімеңізді айттыңыз. Соның өзі менің жалғыз емес екенімді сездірді. Айнаш қолынды қысты. Кейде бейтаныс адамға сырынды айту жақының айтқаннан оңай болады екен. Палатаға оралғанда оның төсегінің үстінде кішкентай конверт жатқанын көрдік. Сыртына Айнашқа деп жазылған. Мұны кім әкелді деп сұрады ол. Көрші төсекте жатқан егде әйел. Жаңағы орамалсыз келген әйел тастап кетті. Сендер дәліздедіңдер деді. Күләш келген екен. Айнаш конвертті ашты. Ішінде бірнеше бетке жазылған хат бар еді. Ол бірінші жолдарын оқи бастағанда жүзі өзгеріп кетті. Не болыпты дедім. Күләш әпке жазыпты. Жаман нәрсе ме? Айнаш жауап бермеді. Хатты оқыған сайын саусақтары дірілдей бастады. Соңына жеткенде қағазды кеудесіне басып көзін жұмды. Маған дауыстап оқып берші деді. Ол маған хатты ұсынып. Өзім оқи алмай тұрмын. Мен ыңғайсызданып қалдым. Бұл сізге арналған хат қой. Оқы. Мен жалғыз алғым келмейді. Мен хатты қолыма алдым. Айнаш, айналайын деп басталыпты. Бұл сөздерді бетіме қарап айта алмайтынымды түсіндім. Сондықтан жазып отырмын. Сен менің жауым емессің. Ешқашан жауым болған жоқсың. Бірақ менің саған айтпаған шындығым бар. Айнаш көзін төмен түсіріп тыңдап жатты. Мен ары қарай оқыдым. Сен алғаш келген күні алдыңда сабырлы болып отырдым. Саған өзімнің келісімімді бердім. Күйеуімнен шаршадым. Біраз еркіндік керек дедім. Бұл сөзім өтірік емес еді. Шынымен шаршадым. Бірақ шаршауым оны жақсы көрмей қалдым дегенді білдірмейтін. Сол түні сен кеткеннен кейін жуынатын бөлмеге кіріп, балаларым естіп қалмасын деп аузымды орамалмен басып жыладым. Күйеуімді басқа әйелмен елестету жүрегімді өртеді. Бірақ егер қарсы болсам, ол менен жасырын біреумен араласып кетеме деп қорықтым. Ажырасып кетеді ме деп қорықтым. 5 баламен жалғыз қалудан қорықтым. Мен бір сәт тоқтап Айнашқа қарадым. Оның көзінен жас ағып жатты. Жалғастыра бер, деді ол. Сондықтан мен сені өзін таңдағандай болдым. Шындығында, мен бұл жағдайды бақылаудан мүлдем шығарып алмау үшін ғана келістім. Егер оның өміріне басқа әйел кіретін болса, тым болмаса оның кім екенін білейін дедім. Сенің жаман адам емес екеніңді көргенде жеңілдеп қалдым. Балаларының әкесін тартып алуға тырыспадың. Маған да құрметпен қарадың. Уақыт өте келе сені сіңлімдей қабылдадым. Бірақ жүрегімнің бір жері әлі де ауырады. Күйеуім саған кететін күндерімен еркіндігіме қуанғандай боламын. Балалар ұйықтағаннан кейін тыныш шай ішемін. Өзім қалаған бағдарламаны көремін. Төсектің ортасына жатып ұйықтаймын. Бірақ түн ортасында оянып,
Оның жастығының бос тұрғанын көргенде өзіме, сен осыны қаладың ғой деймін. Сенім жүкті екеніңді естігенде құттықтадым. Бірақ телефонды қойғаннан кейін жыладым. Бұл үшін өзімді әлі күнге дейін кешіре алмаймын. Сенің сәбиіне жамандық тілемедім. Тек күйеуім сенің балаңды біздің балаларымыздан көбірек жақсы көріп кетеді ме деп қорықтым. Айнаш жылап жіберді. Тоқтай тұрайық па десайдым, дедім. Жоқ, соңына дейін оқы. Кеше сенің балаңнан айырылғаныңды естігенде алғашқы сезімім қорқыныш болды. Сосын өзімнің бір сәттік қызғанышым есіме түсіп, қатты ұялдым. Сен аурухана төсегінде жаттың, ал менің 5 балам үйде аман есен ұйықтап жатты. Саған сорпа дайындап отырып, өз баламнан айырылғандай жыладым. Өйткені сенің сәбиің менің балаларымның бауыры болар еді. Ал сен қанша жерден күйеуімнің екінші әйелі болсан да, мен сияқты ана болуды армандаған әйелсің. Айнаш, мен сені аяп отырған жоқпын. Мен сенен кешірім сұраймын. Өзімде толық түсінбейтін осы өмірдің ішіне сені қабылдап алып, кейін жүрегімде үнсіз кінәлағаным үшін кешір. Бір өтінішім бар. Емдел, үмітімді үзбе. Ана болғың келсе, бұл арманынан бас тартпа. Сенің балаң менің балаларының несібесін кемітпейді. Бәлкім, олардың мейірімін көбейтетін шығар. Бірақ енді бір-бірімізден шындықты жасырмайық. Сен жалғыз қалғанда айт. Мен қызғанғанда айтайын. Біз екеуімізде мақты болып көріне бергеннен шаршадық. Күләш әпкең. Хатты оқып болғанымда палаташы тым-тырыс болып қалды. Айнаш қағазды қайта қолына алып кеудесіне басты. Мен оны еркіндікке шықты деп ойладым, деді ол. Ал ол отбасын жоғалтып алудан қорыққан екен. Екеуі де рас шығар. Қалай? Ол еркіндікте қалаған, сонымен бірге күйеуін де жоғалтқысы келмеген. Адамның жүрегінде бір-біріне қарама-қайшы екі сезім қатар тұра береді ғой. Айнаш жастығының астынан телефонын алды. Күләшке қоңырау шалмақ болды. Бірақ біраз қарап отырып қайта қойды. Не айтамын? Шындықты айтымыз. Қай шындықты? Жалғыз қалғанымызды, оны кейде қызғанғаныңызды, күйеуіңіз толық сіздікі болғанын қалаған кездеріңіз болғанын. Айнаш маған таңғана қарады. Мұны айтсам, оны ренжітемін. Ол да шындығым айтып, сізді ренжітіп алды ғой. Бірақ енді сіз оның жанын бұрынғыдан жақсырақ түсініп отырсыз. Айнаш хатты тағы бір рет оқып шықты. Сосын Күләшке бір ғана хабарлама жазды. Әпке, мен де сізден кешірім сұраймын. Ауруханадан шыққан соң екеуіміз ешкімнен жасырмай шын сөйлесейікші. Жауап бірден келді. Күтемін, айналайын. Сол күні түстен кейін Айнаштың күйеуі тағы келді. Бұл жолы оның жүзінен шаршау анық байқалды. Ол Айнаштың жанына отырып жағдайын сұрады. Айнаш қысқа ғана жауап беріп жатты. Араларында бұрынғыдай жұмсақтығы жоқ еді. Бір кезде Айнаш хатты күйеуіне ұсынды. Мұны оқыдыңыз ба? Ер адам конвертті көргенде жүзін төмен түсірді. Жоқ. Күләш әпке маған жазған. Күйеуі хатты алып үнсіз оқыды. Соңына жеткенде ұзақ уақыт қағазға қарап отырды. Сіз оның осылай қиналғанын білдіңіз бе? Деп сұрады Айнаш. Сездім. Неге маған айтпадыңыз? Айтсам, сен бұл некеге келіспей қалуың мүмкін еді. Айнаштың жүзі суып кетті. Ал сіздің қалауымыз маңызды болды да, біздің қорқынышымыз маңызды болмады ма? Олай деме. Сонда қалай дейін? Күләш әпке, сізді жоғалтып алудан қорқып келіскен. Мен өз өмірімді жоғалтып алудан қорқып, жарты некеге келістім. Ал сіз неге келістіңіз? Ер адам сәл кідірді. Мен екеуімді де ренжітпейін деп ойладым. Жоқ. Неге екінші әйел алғыңыз келді? Бұл сұрақтан кейін ол терезеге қарап қалды. Мен олардың жеке әңгімесіне араласпайын деп сыртқа шықпақ болдым. Бірақ Айнаш қолымды ұстап. Қала берші деді. Қазір жалғыз қалғым келмейді. Күйеуі де қарсылық білдірмеді. Күләш, екеуіміздің арамыз көп жылдан бері алыстап кеткен еді деп бастады ол. Ұрысқан жоқпыз. Ажырасуды да ойламадық. Бірақ екеуіміз ерлі зайыптыдан гөрі балаларды бірге тәрбиелеп отырған екі адамға айналдық. Онымен ашық сөйлестіңіз бе? Бірнеше рет тырыстым. Ол шаршағанын айтты ма? Айтты. Сіз көмектестіңіз бе? Бұл сұрақтан кейін ер адам үнсіз қалды. Айнаш жауабын түсінгендей ащы жымиды. Сіз оның шаршауын азайтудың орнына өзімізге тағы бір әйел іздедіңіз бе? Мен сені іздегеніме өкінбеймін. Мәселе менде емес, мәселе
сіздің таңдауыңызда. Ер адамның жүзінен алғаш рет ашу байқалды. Бұл таңдауға сен де келістің. Иә, келістім. Сондықтан өз жауапкершілігімнен қашпаймын. Бірақ сіз де екеуі де келісті деп, барлық жауапкершілікті бізге бөліп бере алмайсыз. Айнаштың даусы қатты шықпаса да, әр сөзі дәл тиіп жатты. Күләш әпке, 5 бала туып, үйден шыға алмай шаршағанда, сіз оған бір күн демалыс бердіңіз бе? Балаларыңыздың тамағын өзіміз жасап, бүгін сен өзің үшін өмір сүр, дедіңіз бе? Мен отбасымда асырадым. Ақша табу ғана отбасыға жеткілікті ме? Ер адам жауап бермеді. Ал маған үй жалдап, шығынымды өтегеніңіз үшін өз міндетіңізді толық орындадым деп ойлайсыз ба? Кеше мен отадан кейін сізді күттім, бірақ өзімді күтуге қақым жоқ адамдай сезіндім. Балам ауырып жатты ғой. Мен сізді кінәлап отырған жоқпын. Мен бұл өмірдің шындығын айтып отырмын. Сіз бір сәтте екі жерде бола алмайсыз. Күйеуі екі қолымен бетін сипады. Не істегенімді қалайсың? Айнаш бірден жауап бере алмады. Білмеймін, деді ол ақыры. Алғаш рет шынымен білмеймін. Менімен ажырасқым келе ме? Қазір ондай шешім айтпаймын. Онда неге осылай сөйлеп отырсың? Өйткені баламнан айырылдым. Бір түтігімнен айырылдым. Отадан кейін жалғыз жатып, өміріме сырттан қарауға мәжбүр болдым. Мен бұрын маған осылай ыңғайлы деп, барлық күмәнімді жауып тастайтынмын. Енді ыңғайлы өмір мен бақытты өмірдің бір нәрсе емес екенін түсініп жатырмын. Бұл сөзден кейін үшеуміз де үнсіз қалдық. Бір кезде күйеуі: мен де шаршадым, деді. Айнаш таңырқап қарады. Неден? Үнемі біреуіңе аздық етіп қалудан. Сенің үйіңе келсем, балаларымды ойлаймын. Балалармен отырсам, сені жалғыз қалдырғанымды ойлаймын. Күләшке сыйлық алып берсем, саған да дәл сондай нәрсе іздеймін. Саған көбірек уақыт бөлсем, оның көзіндегі мұңды көремін. Ешқайсыңа толық жамандық жасағың келмейді. Бірақ ешқайсыңа толық жақсылық та жасай алмай жүрмін. Оны басында ойламадыңыз ба? Ойладым. Бәрін әділ реттей аламын деп сендім. Жүректі кестемен реттеуге болмайды екен, деді Айнаш. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма менікі. Қалған күндер Күләш әпкенікі деп қойғанмен, сағыныш кестеге қарамайды. Күйеуі басын изеді. Иә, оны кеш түсіндім. Бізді жақсы көресіз бе? Екеуіңді де бірдей ме? Ер адам үнсіз қалды. Айнаш мұңая күлімсіреді. Міне, бұл сұрақтың жауабы жоқ. Өйткені екі адамды бірдей жақсы көру мүмкін болса да, олардың алдындағы жауапкершілікті бірдей атқару мүмкін емес. Сен маған қандай шешім ұсынасың? Қазір ешқандай. Бірақ бәріміз бұрынғыдай ештеңе болмағандай өмір сүре алмаймыз. Күйеуі Айнаштың қолынан ұстағысы келді. Ол қолын тартып алмады, бірақ жауап ретінде қыспады да. Мен ертең тағы келемін, деді ер адам. Балаларыңызға керек болмаса ғана келіңіз. Айнаш: мұны кекетіп айтып отырған жоқпын. Мен енді сізді күтіп отырып, балалардан қызғанғым келмейді. Олардың кінәсі жоқ. Ер адам орнынан тұрып, үнсіз шығып кетті. Ол кеткен соң, Айнаш ұзақ уақыт есікке қарап отырды. Оны жақсы көресіз ғой, дедім. Жақсы көремін. Сонда неге қатты сөйледіңіз? Кейде жақсы көрген адамына шындықты айту, одан кетуден де қиын екен. Кешке Күләш телефон шалды. Айнаш екеуі ұзақ сөйлесті. Әпке, хатыңызды оқыдым, деді Айнаш. Ренжідің бе? Ренжіген жоқпын. Өзімнен ұялдым. Неге? Сіз мені шын жүрегіңізбен қабылдадыңыз деп ойладым. Солай ойлау маған жеңіл болды. Ал сіздің де ішіңіз ауырғанын білсем, бәлкім тұрмысқа шықпас па едім? Айнаш бір сәт кідірді. Білмеймін. Күләш ар жақтан ауыр күрсінді. Сен шықпасан, басқа біреу шығар ма еді? Немесе ол бәрінен бас тартар ма еді? Оны енді ешкім білмейді. Өткен өмірді болжаммен өзгерте алмаймыз. Сіз мені кінәлайсыз ба? Кей күндері кінәладым, бірақ шын ойласам, менің күйеуіме берген уәдемді сен бұзған жоқсың. Ол уәдені күйеуім екеуміз өзіміз өзгерттік. Сіз оны әлде жақсы көресіз бе? Жақсы көремін, бірақ бұрынғыдай емес. Қазір оның кім екенін жақсы біле тұра жақсы көремін. Жастықтағы махаббат адамның мінсіз бейнесін сүйеді екен. Ал 20 жылдан кейінгі махаббат оның кемшіліктерін көріп тұрып жанында қалу, не қалмауды күн сайын қайта таңдайды. Айнаш көзінің жасын сүртті. Ал сіз неге қалдыңыз? Күләш бірден жауап бермеді.
Басында балалар үшін қалдым. Кейін қорыққандықтан қалдым. Қазір өзім қалағандықтан қалып жүрмін бе, әлде үйреніп кеткендіктен бе? Оны кейде өзімде ажырата алмаймын. Сіз бақыттысыз ба? Телефонның ар жағында ұзақ тыныштық орнады. Менің бақытты күндерім бар, деді Күләш. Бірақ өзімді толық бақытты әйелмін деп айтуға әлі батылым жетпейді. Неге? Өйткені көп жыл бойы өзіме не керек екенін сұрамаппын. Балаларға не керек, күйеуіме не керек, ата-енеме не керек, соны ғана ойладым. Қазір өзім не қалаймын деп сұрасам, жауабын таба алмаймын. Айнаш үнсіз жылады. Әпке, мен сізге күйеуіңізден біраз еркіндік әпердім деп мақтанып жүрдім. Күләш күліп жіберді, бірақ күлкісінде мұң бар еді. Еркіндікті біреу әкеліп бермейді екен, айналайын. Оны өзің алуың керек. Мен күйеуім сенің үйіңе кеткен күндерде балалардың кірін жуып, тамағын істеп, үйін жинап жүрдім. Үйдегі бір ер адам азайғанымен, менің міндетім жоғалған жоқ. Бұл сөз Айнашқа қатты әсер етті. Ол Күләштің екінші некеге келісу арқылы еркіндік алғанын ойлап келген. Бірақ шын мәнінде күйеуі басқа үйге кеткен күндерде Күләш бұрынғы тіршіліктің ішінде қалыпты. Сонда сіз не алдыңыз деп сұрады Айнаш. Біраз тыныштық алдым, бірақ еркіндік емес. Күләш біраз үнсіз отырып, сен ауруханадан шыққан соң, балаларға бір күн өзің қарай аласың ба деп сұрады. Айнаш таңғалды. Мен бе? Иә, үлкендері өз күндерін өздері көреді. Кішкентай екеуі ғана үйде болады. Әрине қараймын, бірақ не үшін? Бір күнімді тек өзіме арнағым келеді. Қайда барасыз? Білмеймін. Мүмкін қалаға барармын, саябақта жалғыз отырармын, кино көрермін, немесе ешқайда бармай қонақ үйде бір күн ұйықтармын. Күләш күліп айтты, бірақ осы қарапайым тілектің өзіне қанша жыл жете алмай жүргені сезіліп тұрды. Барыңыз әпке, балаларға мен қараймын. Қолыма күш кірген соң ғана, міндетті түрде. Телефонды қойғаннан кейін Айнаш ойланып қалды. Мен оның күйеуін бөлістім, бірақ балаларын да тіршілігін де бірге бөлісу туралы ойламаппын, деді. Сіз оның орнына ана болуға міндетті емессіз ғой? Міндетті емеспін, бірақ бір отбасының ішіне кірген соң тек өзіме ұнайтын бөлігін ғана таңдап алуға бола ма? Бұл сұраққа жауап бере алмадым. Айнаштың таңдауы осыған дейін оған өте анық көрінген. Күйеуі аптасына 3 рет келеді. Бөлек үйі болады. Қалған уақытын өзіне арнайды. Бірақ неке келісім шарттағы бірнеше тармақтан ғана тұрмайды екен. Бір ер адамның өміріне кірген кезде оның уақытын ғана емес, өткені мен жауапкершілігін, балалары мен уайымын да қабылдайсың. Ал Айнаш солардың бәрін қабылдауға дайын ба еді? Мұны оның өзі де енді ғана ойлай бастаған еді. Ауруханада бірге жатқан 5-ші күні мені үйге шығаратынын айтты. Бұл хабарға қуанғанымды да, қорыққанымды да түсіне алмадым. Үйде күйеуіммен тұңғыш балам күтіп отыр, бірақ сол үйге құрсағым бос күйде оралуым керек еді. Ауруханаға келгенде менің ішімде сәбиім болған. Енді қолында бір дорба дәрімен қағаз ғана бар. Заттарымды жинап жатқанда Айнаш маған үнсіз қарап отырды. Сен кеткен соң палата бос қалатын болды, деді. Сізді де жақында шығарады ғой? Иә, бірақ үйге барғым келмей тұр. Неге? Ол үйге аяғым ауыр болып кіріп, баламмен сөйлесіп жүрдім. Енді жалғыз бару қиын. Мен оның жанына отырдым. Маған да қиын. Айнаш қолымды ұстады. Екеуміз де үйге бұрынғадан болып қайтпаймыз. Иә, бірақ бәлкім бұл қайғы бізді бір нәрсеге үйретер. Неге үйретеді? Айнаш сәл ойланып, өмірді кейінге қалдырмауға шығар. Біз үнемі балам дүниеге келген соң, денсаулығым түзелген соң, бәрі орнына келген соң деп жүреміз. Ал кейде күткен ертеңіміз келмей қалады. Менің көзіме жас толды. Сәбиімді бір рет болса да көргім келген еді. Айнаш мені құшақтады. Екеуміз де отадан кейінгі ауырсынудан толық құшақтаса алмадық. Бірақ сол әлсіз құшақтың өзінде қаншама түсіністік бар еді. Сен жаман ана емессің, деді ол. Мен де жаман ана емеспін. Балаларымызды қолымызға алып үлгермесек те, біз оларды жақсы көрдік. Мен жылап жібердім. Осы сөзді біреудің айтқаны маған керек екен. Бірнеше минуттан кейін палата есігі ашылып, күйеуім кірді. Оның да көзі қызарып кетіпті. Ол заттарымды алды да Айнашпен амандасты. Жеңгемізге көп көмектесті, дедім. Керісінше, ол маған көмектесті, деді Айнаш. Палатадан шығар алдында оған телефон нөмірімді қалдырдым. Хабарласып тұрайық. Міндетті түрде. Күләш әпкеңізбен сөйлескеннен кейін де жазыңыз. Жазамын. Есікке жеткенімде Айнаш мені тоқтатты. Сімлім, мен бұрылдым. Сен менен
өкінесің бе деп сұрадың ғой? Иә, мен ол сұрақтың жауабын әлі білмеймін, бірақ бір нәрсені түсіндім. Таңдауды өзім жасағаның, сол таңдаудан өмір бойы бас тарта алмайсың деген сөз емес. Мен басын изедім. Адамның ойын өзгертуге қақысы бар. Иә, бірақ мен кету туралы айтып тұрған жоқпын. Қалу да жаңа таңдау болуы мүмкін. Тек бұл жолы қорқынышпен емес, шындықты біліп тұрып таңдау керек. Мен ауруханадан шықтым. Дәліздің соңындағы терезеден күн сәулесі түсіп тұрды. Қаланың тіршілігі жалғасып жатқан. Бір жақтан жаңа туған сәбидің жылаған дауысы естілді. Жүрегім тағы ауырды. Бірақ осы жолы сол ауырсынудың арасынан кішкентай ғана бір ой пайда болды. Адам жоғалтқанын ұмытпайды. Бірақ жоғалтқанмен бірге өмір сүруді біртіндеп үйренеді. Ал Айнаштың нағыз таңдауы енді ғана басталып келе жатқан еді. Үйге келгеннен кейінгі алғашқы күндер мен үшін ауыр өтті. Күйеуім менің жанымнан шықпауға тырысты. Тұңғыш баламда әдеттегіден тыныш болып қалған. Ол менің ішімде бөпесі барын білетін. Бірақ ауруханадан жалғыз қайтқанымды түсіне алмады. Бір күні жаныма келіп, «Анашым, бөпеміз қайда?» деп сұрады. Осы қарапайым сұрақ жүрегімді тілгілеп өткендей болды. Не айтарымды білмей, оны құшағыма қыстым. «Бөпеміз бізбен бірге тұра алмай қалды», дедім, дауысымды әрең ұстап. Ол енді аспанда. Балам терезеге қарап, «Ол бізді көре ме?» деп сұрады. «Көреді деп сенейік». Ол ойланып отырып, «Онда мен оған күнде қол бұлғаймын», деді. Сол күні балам терезенің алдына тұрып, аспанға ұзақ қол бұлғады. Мен ас бөлмесіне кіріп, үнсіз жыладым. Айнашпен күн сайын дерлік хабарласып тұрдық. Оны менен 2 күн кейін ауруханадан шығарды. Күйеуі өз алып кетіпті. Үйге кіргенде ол да қатты қиналған. Жүктілігін білген күні сатып алған кішкентай ақшылық әлі үстел тартпасында жатқан. Айнаш оны көрген сәтте еденге отыра қалып ұзақ жылапты. Күйеуі жұбатуға тырысқан, бірақ Айнаш, «Маған қазір ештеңе айтпаңызшы», деп жалғыз қалуын сұраған. Күйеуі шығып кеткен соң, ол кішкентай шұлықты алақанына салып, құрсағындағы сәбиіне іштей қоштасқан. «Сені қысқа ғана уақыт көтерсем де, сен менің балам болдың. Мен сен арқылы ана болуға қаншалықты мұқтаж екенімді түсіндім. Мені кешір. Мен сені сақтап қала алмадым» деген. Сол түні Айнаш дәрісін ішсе де ұйықтай алматты. Ол маған таңғы сағат 4-те хабарлама жіберді. «Сіңлім, ұйықтап жатырсың ба?» Мен ояу едім. «Жоқ, сіз ше?» «Дәрі ішсем де көзім ілінбейді. Үй тым тыныш». Мен оған қоңырау шалдым. Екеуміз 1 сағаттан астам сөйлестік. «Күйеуіміз қайда?» деп сұрадым. «Кешке дейін жанымда болды. Түнге қарай бірінші үйіне кетті». «Өзіміз жібердіміз бе?» «Иә, бірақ кеткеннен кейін оның қалуын қалағанымды түсіндім». «Неге айтпадыңыз?» «Мен үнемі осылай істеймін. Алдымен бәрі жақсы, бара беріңіз деймін. Сосын есік жабылғанда жылаймын». «Сіз мықты болып көрінуден шаршаған жоқсыз ба?» Айнаш үнсіз қалды. «Шаршадым» деді біраздан кейін. «Бірақ әлсіздігімді көрсетсем, ол мені таңдағанына өкініп қаладындай көрінеді». «Неге олай ойлайсыз?» «Себебі ол мені жеңіл, көңілді, ештеңе талап етпейтін әйел ретінде таныды. Мен оның үйдегі мәселелерден демалатын жері болдым. Егер мен де мұнымды, талабымды, қызғанышымды көрсете бастасам, менің бірінші әйелінен қандай айырмашылығым қалады?» Осы сөзден кейін менің жүрегім шым етті. «Сіз оның әйелі болғыңыз келді ме? Әлде демалатын орны болғыңыз келді ме?» Телефонның ар жағында ұзақ тыныштық орнады. «Әйелі болғың келді» деді Айнаш ақырын ғана. «Онда әйелдің мұңаюға да, ауруға да, ренжуге де қақысы бар. Бірақ біздің қарым-қатынасымыздың шарты басқаша болды. Шартты сіздер жасадыңыздар. Қажет болса, оны қайта өзгертуге болады ғой». Айнаш күрсінді. «Өзгертсек, біреудің үлесі азаяды. Мүмкін уақытты емес, жауапкершілікті өзгерту керек шығар». «Қалай?» «Оны үшеуміз ашық сөйлесіп шешесіздер. Бірақ бұрынғыдай әркім өз бөлмесінде жалғыз жылап жүре берсе, ештеңе өзгермейді». Сол түні Айнаш алғаш рет, «Мен осы некеде бақыттымын ба? Әлде өз шешімімнің дұрыс болғанын дәлелдеуге тырысып жүрмін бе?» деп сұрады. Мен жауап бере алмадым. Өйткені кейде адам өмірін өзгелерге емес, өзіне ақтап шығумен өткізіп алуы мүмкін. Арада 3 жыл өтті. Бір күні Қалқамандағы ауруханаға тексерілуге бардым. Сол дәлізбен жүріп келе жатқанда 3 жыл бұрынғы ауыр күндердің бәрі есіме түсті. Ақ қабырғалар, дәрі иісі, палатаның қара көлеңке түні, баламның тоқтап қалған жүрегі.
Айнаштың «Сімлім, ұйықтататын дәрімді алып бере аласың ба?» деген алғашқы сөзі. Уақыт өткенмен кейбір көріністер адамның жүрегінен өшпейді екен. Тек бұрынғыдай күн сайын қанатпайтын тыртыққа айналады. Кексеруден шығып келе жатқанымда артымнан біреу «Сімлім» деп шақырды. Бұрылып қарасам, дәліздің арғы жағында Айнаш тұр екен. Басында сол баяғыдай ұқыпты тағылған орамалы бар. Жүзі бұрынғыдан толысып, жанары тынышталған. Қолында кішкентай қыздың күртешесін ұстап тұр. Ал жанында 2 жас шамасындағы бүлдіршін қыз қабырғаға сүйеніп бізге қарап тұрған еді. «Айнаш әпке». Бір-бірімізге асығып барып құшақтастық. «Бұл сіздің қызыңыз ба бай?» дедім толқып. Айнаштың көзіне жас үйірілді. «Иә, есімі Үміт». Кішкентай қыз анасының орамалының шетінен ұстап, маған ұялып қарады. Менің де көзіме жас келді. «Қалай болды?» «1 жылдан кейін қайта жүкті болдым. Алғашқы күннен дәрігер бақылауында болдым. Қатты қорықтым. 9 ай бойы әр кексеруге кірген сайын жүрегім дірілдейтін». «Аман есен босандыңыз ба?» «Шүкір, оңай болған жоқ, бірақ аман қалдық». «Күйеуіміз қасымызда болды ма?» Айнаш жымиып. Бұл жолы болды. Түнде бала жылағанда да тұрды. Жөрбегін де ауыстырды. Қызын аптаны күндеріне бөлмеді. Оның даусынан жеңіл әзілмен бірге үлкен мағына сезілді. «Күләш әпке ше? Ол Үмітті өз немересіндей жақсы көреді. Босанғаннан кейін 40 күн жанында болды. Кейде менің дәрімді уақытында ішкенімді де сол кісі қадағалады. Балалары қалай қабылдады?» «Әртүрлі. Нұрәлі қарындасын алғаш көргеннен жақсы көрді. Мәриямға біраз уақыт керек болды. Бірақ қазір Үміт соны көрсе алдына жүгіріп барады». «Ал Күләш әпкенің өзі қалай?» Айнаштың жүзі жадырап кетті. «Ол кісі қазір тігін шеберханасын ашты. Аптасына 2 күн жұмысын күйеуімен балаларына қалдырып, құрбыларымен кездеседі. Былтыр алғаш рет жалғыз саяхатқа барып келді». «Күйеуіңіз қарсы болмады ма?» «Басында қобалжыды. Кейін үйде 2 күн балалармен өзі қалған соң, Күләш әпкенің 20 жыл бойы неге шаршағанын бірден түсінді. Екеуіміз күліп жібердік. Бірақ кейін мен Айнаштан ең маңызды сұрақты сұрадым. «Қазір бақыттысыз ба?» Ол бірден жауап бермеді. Қызының басынан сипап, дәліздегі терезеге қарады. «Менің бақытты күндерім көп» деді ол. «Бірақ енді мен бақыттымын деп өзімді де, өзгелерді де сендіруге тырыспаймын. Кейде жалғызсыраймын, кейде қызғанамын. Кейде осы өмірдің қаншалықты күрделі екенін сезіп шаршаймын. Сонда таңдауыңызға өкінесіз бе?» Айнаш маған қарап жымиды. «Егер өмірді қайта бастасам, дәл осы жолды таңдар ма едім? Оны білмеймін. Мүмкін басқа жол іздер едім. Бірақ бүгінгі өмірінен бас тартқым келмейді. Өйткені бұл өмірде менің қызым бар, Күләш әпкем бар. Өзімді бұрынғыдан жақсырақ тандым». «Демек, дұрыс таңдау жасадыңыз ба?» Құрметті тыңдарман, сәулем арнасына подписация етіп жазылып, жүрек басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Арнамызды қолдап, бірге болыңыздар.